Құрметті әріптестер, сіздерді Қазақстан халқының тілдері мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке халқымыздың рухани байлығының, мәдениетіміз бен тарихымыздың алтын қазығы, ана тілімізді ардақтау күні. Ана тілің арың бол, ұятың бол құрметте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Сондықтан да ағайын ойланатын кез келді, ана тілін ту етіп, қолға алатын кез келді. Мен бұл челленджді тарих пәнінің мұғалімі Әуесбаева Майра Абдрахымқызына жолдаймын. Ана тілім, бал тілім, өзім барда шалқыдым, өз тілімде ән шырқап, термел етіп балқыдым. Осы челленджді қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бердіғұлова Маржан Жұмабайқызына жолдаймын. Қайырлы күн, құрметті қауым. Мен Маржан Жұмабайқызы, тарих пәнінің мұғалімі Майра Абдрахымқызының эстафетасын қабыл алдым. Сіздерге өзімнің жыр өлеңдерімнің үзіндісін оқуға рұқсат етіңіздер. Қазақ тілі. Тілің болар қаруың, қолда күшің. Ей жас ұрпақ, сен үшін алдағы ісім. Жүрегіңмен қабылдап есте сақта, тілің сенің абырой, ар намысың. Тәуелсіздік тілі бол. Қазақ тілі, қазақ деген халықтың ғажабыны, жақыт болып жарқырайтын маңдайдағы егемендік ертеңі, ғажап үні. Мен эстафетаны ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Камалова Айымбүбі Абитжанқызына жолдаймын. Language is a magic key. It opens door for you and me. With every word, with every sound, it helps us grow, it makes us strong. Language is a bridge so wide, it brings the world from side to side. With words we love, with words we play. They make happy every day. Бұл челленджді қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Бөкебаева Мақпал Бекежановнаға жолдаймын. Менің тілім мемлекеттік тіл ұғындар. Мемлекеттік тілді менсінбей тұғын кімің бар? Майданға түсем, тіл үшін жаным садаға, тіліме жаулық, ойлаған құлар шыңдар. Тілімнен тапқам, түнекті жарған жарықты, тек тілім ғана сақтаған арман халықты. Еңсесі биік, жаратқан тілім бейімбет, Сәкен, Ахмет, Абайдай ұлы алыпты. Тіліміздің тұғыры терең, мәртебесі биік болсын.